қатардың соңына келдік. Жеті үлпілдек шалу тоқып аламыз. Ары қарай бастапқы екінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 14-ші қатарды бастаймыз. Алдымен кластердің төбесіне ілгері жылжып аламыз. Содан соң үш үлпілдек шалуға көтерілеміз. Бұл бізде бір бос шып қосылған шалудың есебінде жүреді. Бірінші столбик. Бір үлпілдек шалу. Тап осы төмендегі кластердің төбесіне екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктарды оқимыз. Ары қарай 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі төмендегі кластердің төбесіне бір бос шып қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. Тағы да 5 үлпілдек шалу. 4, 5. Келесі ортадағы кластердің ішіне алдымен екі бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бір бос шып қосылған екінші столбик. Бір үлпілдек шалу. Тап осы кластердің төбесіне қалған екі бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. Барлығы 4 бір бос шып қосылған шалу. 5 үлпілдек шалу. 3, 4, 5. Келесі кластердің төбесіне тек қана бір бос шып қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. Тағы да 5 үлпілдек шалу. 3, 4, 5. Ары қарай төмендегі кластердің төбесіне алдымен екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктарды оқимыз. Содан соң бір үлпілдек шалу. Тап осы кластердің төбесіне қалған екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктарды тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 2, 3, 4, 5. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 14-ші қатардың соңына келдік. 5 үлпілдек шалу тоқып аламыз. 3, 4, 5. Бастапқы кластердің ішіне ырғақты кіргізіп жіп алып шығамыз. Бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Қатарды бекітеміз. Үшінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргіземіз. Екі жіптен өткіземіз. 15-ші қатарды бастаймыз. Алдымен екі үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. Содан соң төмендегі тап осы столбиктің ішіне оң рельефный столбикті оқимыз. Екі үлпілдек шалу. Ырғаққа бір жіп ораймыз. Бір үлпілдек шалудан тұратын арканың ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Екі үлпілдек шалу. Ырғаққа бір жіп ораймыз. Келесі қалған екі столбиктің ішіне екі рельефный столбик тоқимыз. Бір жіп ораймыз. Екінші столбикқа екінші рельефный столбик. Ары қарай екі үлпілдек шалу. Бір жіп ораймыз. Содан соң төмендегі екі арканы қатар аламыз. Астынан ырғақты кіргізіп жіп алып шығамыз. Содан соң алдымен екі жіптен, содан соң тағы да екі жіптен тоқимыз. Екі үлпілдек шалу. 1, 2. Бір жіп ораймыз. Ортадағы столбиктің төбесіне бір бос шып қосылған столбик тоқимыз. Екі үлпілдек шалу. Келесі тағы да бір жіп ораймыз. Келесі екі арканы да тағы да солай қайталап ырғақты астынан кіргізіп үстіңгі жақтан жіп аламыз. Алдымен екі жіптен өткіземіз, содан соң тағы да екі жіптен тоқимыз. Бізде осындай узор шығады. Екі үлпілдек шалу. Бір жіп ораймыз. Төмендегі 4 столбиктің әрқайсысына рельефный столбиктер тоқимыз. Бірінші
столбикқа бірінші рельефный столбик, тағы да бір жұп ораймыз екінші столбиктің ішіне рельефный столбик, екінші екі үлпілдек шалу, ортадағы бір үлпілдіктен тұратын арканың ішіне бір бос шып қосылған шалудан тұратын тек қана столбикті оқимыз. Екі үлпілдек шалу, қалған екі столбиктің ішіне екі рельефный столбикті оқимыз. Бірінші және екінші рельефный столбиктің ішіне екінші рельефный столбик. Екі үлпілдек шалу, бір жұп ораймыз. Төменнен ырғақты кіргізіп, жоғары жақтан жіп алып шығамыз. Алдымен екі жіптен, содан соң тағы да екі жіптен өткіземіз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 15-ші қатардың соңына келдік. Екі үлпілдек шалу тоқыламыз. Ары қарай ырғаққа бір жіп ораймыз. Бізде бастапқы секторда небары 3 рельефный столбик, қалған 4-ші рельефный столбикті бірінші столбиктің ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз екі жіптен, содан соң тағы да екі жіптен өткіземіз. Қатарды бекітеміз. Екінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргіземіз. Жіп алып шығамыз, келесі жіптен өткіземіз. 16-ші қатарды бастаймыз. Екі үлпілдек шалуға көтерілеміз. Содан соң төмендегі рельефный столбиктің ішіне, екінші рельефный столбиктің ішіне, міне бізде біріншісі, оны қатардың соңында тоқитын боламыз. Екінші рельефный столбиктің ішіне рельефный столбик тоқимыз. Бір жіп орадық. Екі үлпілдек шалу, 1, 2. Ырғаққа бір жіп ораймыз. Келесі екі үлпілдіктен тұратын арканың ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Столбик. Одан соң столбиктің ішіне де бір бос шып қосылған столбик тоқимыз. Бір жіп ораймыз. Арканың ішіне екі үлпілдек шалудан тұратын тағы да бір столбик тоқимыз. Екі үлпілдек шалу. Келесі рельефный столбиктардың ішіне рельефный столбиктар тоқимыз. Бір бос шып қосылған рельефный столбик. Екі рельефный столбик тоқып алдық. Ары қарай тағы да екі үлпілдек шалу. Содан соң ортадағы столбиктің ішіне, төменде 3 столбик тұр. Ортадағы столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Екі үлпілдек шалу, бір жіп ораймыз. Келесі рельефный столбиктің ішіне, келесі сектордағы рельефный столбик тоқимыз. Екінші рельефный столбик. Екі үлпілдек шалу, екі үлпілдіктен тұратын арканың ішіне бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Столбиктің ішіне столбик тоқимыз. Содан соң келесі арканың ішіне тағы да бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Екі үлпілдек шалу. Қалған екі рельефный столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалудан тұратын екі рельефный столбик тоқимыз. Қатардың соңына дейін тап осылай қайталап тоқып шығамыз. 16-ші қатардың соңына келдік. Екі үлпілдек шалу тоқып аламыз. Содан соң бастапқы бірінші рельефный столбиктің ішіне рельефный столбик тоқимыз.
қатарды бекітеміз. Екінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 17-ші қатарды бастаймыз. Алдымен екі үлпілдек шалуға көтерілеміз. Содан соң төмендегі бірінші рельефный столбиктің ішіне рельефный столбикті оқимыз. Тек қана біреуін тоқимыз, екіншісін қатардың соңында тоқимыз. Одан соң екі үлпілдек шалу, 1, 2. Төмендегі екі үлпілдектен тұратын арканың ішіне бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. Келесі 3 столбиктің ішіне де 3 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбиктарды оқимыз. Екінші столбик және үшінші столбик. Содан соң екі үлпілдектен тұратын арканың ішіне соңғы тағы да бір столбикті оқимыз. Барлығы бір бос жіп қосылған 5 столбик. Екі үлпілдек шалу. Келесі үшінші және төртінші рельефный столбиктардың ішіне рельефный столбикті оқимыз. Бірінші және екінші рельефный столбиктар. Бір үлпілдек шалу. Төмендегі столбиктің төбесіне бір бос жіп қосылған шалуды оқимыз. Бір үлпілдек шалу. Келесі тағы да рельефный столбиктардың ішіне рельефный столбиктарды оқимыз. Бірінші және келесі рельефный столбикқа екінші бір бос жіп қосылған шалудан тұратын рельефный столбик. Тап солай қайталай береміз. Екі үлпілдек шалу. Арканың ішіне екі үлпілдектен тұратын бірінші бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбик. Келесі төмендегі 3 столбиктің әрқайсысына бір бос жіп қосылған шалудан тұратын бір столбик тоқып шығамыз. Үшеу. Арканың ішіне бір бос жіп қосылған шалудан тұратын бір столбик, барлығы 5 столбик. Екі үлпілдек шалу. Келесі рельефный столбиктарға бір бос жіп қосылған шалудан тұратын рельефный столбиктарды оқимыз. Бірінші және екінші рельефный столбик. Қатардың соңына дейін тап осылай қайталап айналдырып тоқып шығамыз. 17-ші қатардың соңына келдік. Екі үлпілдек шалу тоқып аламыз. Ары қарай біздер басында 3 рельефный столбик тоққан болатынбыз. 4-ші рельефный столбикті соңғы рельефный столбикқа тоқимыз. Қатарды бекітеміз. Екінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 18-ші қатарды бастаймыз. Алдымен екі үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. Содан соң келесі төмендегі рельефный столбиктің ішіне бір бос жіп қосылған шалудан тұратын екі рельефный столбикті оқимыз. Бірінші рельефный столбик. Тап осы төмендегі столбикқа екінші рельефный столбикті оқимыз. Барлығы да оң рельефті столбиктар. Екі үлпілдек шалу. Төмендегі 5 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбиктардың ішіне 5 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбиктарды оқимыз. Екінші, үшінші столбикқа үшінші столбик, бір бос жіп орап төртінші столбикті оқимыз, бір бос жіп ораймыз, бесінші столбикті тоқимыз. Екі үлпілдек шалу. Ары қарай келесі төмендегі рельефный столбиктің ішіне тағы да бір бос жіп қосылған шалудан тұратын екі рельефный столбикті оқимыз. Бірінші және тап осы рельефный столбикқа екінші рельефный столбик. Одан соң екі үлпілдек шалу тоқып аламыз. Ары қарай екі шеттегі рельефный столбиктің және ортадағы бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбиктің ішіне
3 бір бос шып қосылған шалудан тұратын рельефный кластерді оқимыз. Рельефный столбиктің ішіне рельефный столбикті оқимыз. Жіп қалдырамыз, бір жіп ораймыз. Ортадағы столбиктің ішіне рельефный столбикті оқимыз. Бір жіп қалдырамыз. Тағы да бір жіп ораймыз. Үшінші столбиктің ішіне рельефный столбикті оқимыз. Екі жіптен өткізіп, бір жіп қалдырамыз. Барлығы 4 жіп, 4 жіптің барлығында бір жіптен өткіземіз. Екі үлпілдек шалу. Ары қарай келесі рельефный столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалудан тұратын екі рельефный столбикті оқимыз. Екі үлпілдек шалу. Ортадағы столбиктардың ішіне бір бос шып қосылған шалудан тұратын 5 столбикті оқимыз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 18-ші қатардың соңына келдік. Екі үлпілдек шалу тоқып аламыз. 1, 2. Содан соң төмендегі рельефный столбиктің ішіне бірінші кластердің бірінші столбигін тоқимыз. Бір жіп ораймыз, столбиктің ішіне кластердің екінші столбигі, бір жіп ораймыз. Соңғы рельефный столбиктің ішіне кластердің үшінші столбигін тоқимыз. Ырғақта 4 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Екі үлпілдек шалу. Екінші үлпілдек шалудың ішіне қатарды бекітеміз. 19-ші қатарды бастаймыз. Алдымен екі үлпілдек шалуға көтерілеміз. Содан соң төмендегі екі рельефный столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалудан тұратын екі рельефный столбикті оқимыз. Бірінші рельефный столбик. Бір жіп ораймыз. Келесі столбиктің ішіне екінші рельефный столбик. Екі үлпілдек шалу. 1, 2. Төмендегі 5 столбиктің әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктарды оқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Екі үлпілдек шалу. Келесі екі рельефный столбиктің әрқайсысына бір-бірден екі рельефный столбикті оқимыз. Барлық рельефный столбиктар оңынан. Бірінші секторды аяқтадық. Ары қарай 7 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Содан соң келесі екі рельефный столбиктің ішіне тағы да бір-бірден екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын рельефный столбиктарды оқимыз. Бірінші рельефный столбик, бір жіп ораймыз, екінші рельефный столбик. Екі үлпілдек шалу. Төмендегі 5 столбикқа 5 бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктарды оқимыз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 19-ші қатардың соңына келдік. 7 үлпілдек шалу тоқып алдық. Қатарды бекітеміз. Бастапқы рельефный столбиктің төбесіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 20-ші қатарды бастаймыз. Алдымен келесі бір жіпке ілгері жылжып аламыз. Содан соң екі үлпілдек шалуға көтерілеміз. Төмендегі тап осы рельефный столбиктің ішіне рельефный столбикті оқимыз.
Біріншісін тоқыдық, екіншісін қатардың соңында тоқимыз. Ары қарай екі үлпілдек шалу, төмендегі 5 бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктардың бірінші столбигін қалдырамыз, екінші столбиктен төртінші столбикқа дейін 3 бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бірінші, екінші және төртінші столбиктің ішіне үшінші бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктер тоқып аламыз. Екі үлпілдек шалу, соңғы столбикті қалдырамыз. Келесі екі рельефный столбиктің ішіне екі рельефный столбик тоқимыз. Бірінші столбик бір бос шып қосылған, екінші рельефный столбиктің ішіне екінші рельефный столбик тоқимыз. Екі үлпілдек шалу тоқимыз. 1, 2. Содан соң төмендегі 7 үлпілдектен тұратын арканың ішіне 3 бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Екінші столбик, бір жып ораймыз. Үшінші столбик, екі үлпілдек шалу. Келесі екі рельефный столбикқа екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Рельефный столбик. Барлығы да 10 рельефный столбиктар. Екінші рельефный столбик. Екі үлпілдек шалу. 5 столбиктің біріншісін қалдырамыз, екінші столбигіне бір бос шып қосылған столбик тоқимыз. Келесі үшіншісіне тоқимыз, содан соң төртіншісіне тоқимыз. Барлығы 3 бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктар. Екі үлпілдек шалу, 5-ші столбикті қалдырамыз, рельефный столбиктарға рельефный столбиктер тоқимыз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 20-ші қатардың соңына келдік. Екі үлпілдек шалуды тоқып алдық. Ары қарай басында біздер небәрі 3 рельефный столбик тоққан болатынбыз. Енді соңғы 4-ші рельефный столбикті тоқимыз. Төменгі рельефный столбиктің ішіне рельефный столбик тоқимыз. Содан соң екінші үлпілдек шалудың ішіне қатарды бекітеміз. 21-ші қатарды бастаймыз. Алдымен екі үлпілдек шалуға көтерілеміз. Содан соң төмендегі рельефный столбиктің ішіне рельефный столбик тоқимыз. Екі үлпілдек шалу, үш столбиктің ортасындағы столбиктің ішіне бір ғана бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Екі үлпілдек шалу, келесі екі рельефный столбиктің ішіне екі рельефный столбик тоқимыз. Бірінші рельефный столбик және екінші рельефный столбик. Бізде төменде 3 рельефный столбик, соңғы төртіншісін қатардың соңында тоқимыз. Ары қарай екі үлпілдек шалу, келесі төмендегі 3 столбиктің ішіне 3 бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктер тоқимыз. Біріншісін тоқыдық, содан соң екі үлпілдек шалу, келесі столбиктің ішіне екінші столбик тоқимыз. Бір бос шып қосылған, екі үлпілдек шалу, үшінші столбиктің ішіне үшінші бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Тағы да екі үлпілдек шалу, келесі рельефный столбиктің ішіне рельефный столбик тоқимыз. Екінші рельефный столбик, екі үлпілдек шалу, төмендегі 3 столбиктің ортаншы столбигінің ішіне бір ғана бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Екі үлпілдек шалу, келесі рельефный столбиктердің ішіне тағы да рельефный столбиктер тоқимыз. Бірінші және екінші рельефный столбик. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 21-ші қатардың соңына келдік. Екі үлпілдек шалу тоқып алдық. Ары қарай басында біздер небәрі 3 рельефный столбик тоққан болатынбыз.
Енді қалған төртінші рельефный столбикті тоқып аламыз. Содан соң екінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп қатарды бекітеміз. 22-ші қатарды бастаймыз. Алдымен екі үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. Содан соң келесі рельефный столбиктің ішіне рельефный столбикті оқимыз. Бірінші рельефный столбик, екіншісін қатардың соңында тоқимыз. Бір үлпілдек шалу. Содан соң келесі екі рельефный столбиктің ішіне тағы да рельефный столбиктер тоқимыз. Бірінші рельефный столбик және екіншісіне екінші рельефный столбик. Екі үлпілдек шалу. Келесі төмендегі бірінші столбиктің ішіне бірінші бір бос қосылған шалу, екі үлпілдек, тап осы столбиктің ішіне екінші бір бос қосылған шалудан тұратын столбикті тоқимыз. Екі үлпілдек шалу, ортадағы столбиктің ішіне тек қана бір бос қосылған шалудан тұратын бір столбикті тоқимыз. Екі үлпілдек шалу, келесі үшінші столбиктің ішіне тағы да алдымен бірінші бір бос қосылған шалу, екі үлпілдек, содан соң тап осы столбиктің ішіне екінші бір бос қосылған шалудан тұратын столбикті тоқимыз. Төменде барлығы 5 столбик болу қажет. Ары қарай тағы да екі үлпілдек шалу, 1, 2. Келесі рельефный столбиктің ішіне бір бос қосылған шалудан тұратын бірінші рельефный столбикті тоқимыз. Екінші рельефный столбикқа да тап солай тоқимыз. Бір үлпілдек шалу, содан соң үшінші және төртінші рельефный столбиктардың ішіне рельефный столбиктер тоқимыз. Бірінші, үшінші және төртінші. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 22-ші қатардың соңына келдік. Екі үлпілдек шалу тоқып аламыз. Ары қарай бірінші сектордың төртінші рельефный столбигін тоқимыз. Алдымен екі жіптен, сосын екі жіптен өткіземіз. Қатарды бекітеміз. Бастапқы екінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз, келесі жіптен өткіземіз. 23-ші қатарды бастаймыз. Алдымен екі үлпілдек шалуға көтерілеміз. 1, 2. Ары қарай екінші және үшінші рельефный столбиктің ішіне екі бір бос қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Бірінші столбик, бір жіп ораймыз. Келесі үшінші рельефный столбиктің ішіне рельефный кластердің екінші столбигін тоқимыз. Ырғақты үш жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Бір жіп ораймыз. Төртінші рельефный столбиктің ішіне рельефный столбик тоқимыз. Екі үлпілдек шалу, ары қарай төмендегі бірінші столбиктің ішіне бірінші бір бос қосылған шалу, екі үлпілдек, тап осы столбиктің ішіне екінші бір бос қосылған шалу. Ары қарай келесі екінші столбиктің ішіне де тап осылай тоқимыз. Бірінші столбик, екі үлпілдек шалу, бір жіп ораймыз. Тап осы столбиктің ішіне екінші столбик. Бір жіп ораймыз. Келесі үшінші столбиктің ішіне тек қана бір бос қосылған шалудан тұратын бір столбик тоқимыз. Бір жіп ораймыз. Төртінші столбиктің ішіне бір бос қосылған бірінші столбик, екі үлпілдек шалу, тап осы төменгі столбиктің ішіне екінші бір бос қосылған шалуды тоқимыз. Бір жіп ораймыз. Бесінші столбиктің ішіне бір бос қосылған бірінші столбик, екі үлпілдек шалу, тап осы төмендегі столбиктің төбесіне екінші бір бос қосылған шалу. Ары қарай екі үлпілдек шалу.
келесі рельефный столбиктің біріншісіне бір бос шып қосылған рельефный столбикті оқимыз. Бір жыбыраймыз. Келесі екінші және үшінші рельефный столбиктардың ішіне кластерді оқимыз. Екі бір бос шып қосылған жалаудан тұратын рельефный столбиктар. Бір жыбыраймыз. Төртінші рельефный столбиктің ішіне рельефный столбик. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 23-ші қатардың соңына келдік. Соңғы екі үлпілдек шалуды тоқып алдық. Ары қарай бастапқы сектордың төртінші рельефный столбигін тоқимыз. Содан соң қатарды бекітеміз. Екінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 24-ші қатарды бастаймыз. Алдымен екі үлпілдек шалуға көтерілеміз. Содан соң төмендегі рельефный столбиктардың төбесіне кластер тоқимыз. Екінші және үшінші рельефный столбиктің арасына ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Екі жіпті бірге өткіземіз. Жіп қалдырамыз. Тағы да бір жіп ораймыз. Төртінші рельефный столбиктан жіп алып шығып, рельефный столбикті оқимыз. Ырғақта үш жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Ары қарай 5 үлпілдек шалу 2, 3, 4, 5. Ырғаққа бір жіп ораймыз. Төмендегі келесі столбиктің ішіне кластердің бірінші столбигін тоқимыз. Бір жіп ораймыз. Арканың ішіне кластердің екінші столбигі, бір жіп ораймыз. Келесі столбиктің төбесіне кластердің үшінші столбигі. Ырғақта 4 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Тағы да 5 үлпілдек 2, 3, 4, 5. Ырғаққа бір жіп ораймыз. Келесі төмендегі бір столбикті қалдырамыз. Содан соң екі үлпілдектен тұратын арканы қалдырамыз. Аркадан кейінгі столбиктің ішіне кластердің бірінші столбигі, келесі екінші столбиктің ішіне екінші столбигі, кластердің үшінші столбиктің ішіне кластердің үшінші столбигін тоқимыз. 4 жіптің барлығын бір жіптен өткіземіз. Тағы да 5 үлпілдек 1, 2, 3, 4, 5. Келесі төмендегі арканы және столбикті қалдырамыз. Столбиктен кейінгі екінші столбиктің ішіне тағы да кластердің бірінші столбигі, бір жіп ораймыз. Арканың ішіне кластердің екінші столбигі, келесі столбиктің төбесіне кластердің үшінші столбигін тоқимыз. Ырғақта 4 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Ары қарай 5 үлпілдек 2, 3, 4, 5. Содан соң төмендегі рельефный столбиктің ішіне 3 бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Бірінші столбикқа бірінші рельефный столбикті тоқимыз кластер. Бір жіп ораймыз. Екінші және үшінші рельефный столбиктің ішіне тағы да рельефный столбиктің кластердің екінші рельефный столбигін тоқимыз. Бір жіп ораймыз. Төртінші рельефный столбиктің ішіне рельефный столбик. Ырғақта 4 жіп, барлығын бір жіптен өткізіп кластер қыламыз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Қатардың соңында 5 үлпілдек шалумен бекітеміз. Бұл салфетканың соңғы қатары. Салфетканы соңына дейін айналдырып, тап осылай тоқып шығамыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Баршаңызға сәттілік тіледім.